Аниме көретін адамдар, аниме деген не, оны енді ғана қарап бастаған адамдарға қандай аниме ұсынатын едіңіздер? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Оның бәрі адамға байланысты. Сізге қандай жанр ұнайды? Сіздің қараудағы мақсатыңыз қандай? Серия ме, әлде фильм ба? Миязакидің кез келген фильмі және оның қасына Cowboy Bebop'ты қосар едім. Мен келсем, Cowboy Bebop менің алғашқы көргендерім болды. Менің әйелім осы туындыдан кейін анимеге ғашық болды. Bebop бұл кез келген адам ләззат алатын шоу. Музыка керемет, әрекет жоғары, сюжеттік желісі керемет, онда бәрі бар. Мен сондай-ақ оны ұнататындардың барлығына Samurai Champloo'ды көруге кеңес берер едім. Мен тек саундтректің кереметтігінен ғана Bebop'ты ұсынатын едім. YouTube'та аниме туралы қазақша контент түсіретін арналар бар ма, кім біледі? YouTube'та аниме өмір деген қазақша канал бар. Ол жерде анимеге қатысты қызықты деректер, обзорлар, Наруто бойынша әртүрлі контенттер шығып тұрады. Және сол арнада жақын арада қазақ тілінде дыбысталған анимелер шығады. Тіркеліп, қолдау білдіріп отырайық. Акира, Призрак в доспехах, Джинро, Могила светлячков, Свиток ниндзя, Охотник на вампиров, Люпен, Замок Калиостро. Жеке өзім осыларды қарап өстім, қайта қарауға қарсы емеспін. Класс убийц, менің ойымша жаңадан қарап бастаған адамдарға анық ұнауы керек. Басқа анимелер сияқты өте ұзақ әрі қиын емес. Жеңіл отырып қарай аласыз. Анимациясы жақсы, сапалы жасалған. Егер ешқашан аниме көрмеген болсаңыз, онда Monster, Cowboy Bebop, Evangelion анимелерін бастап қарасаңыз болады. Сізге ғылыми фантастика ұнаса, Призрак в доспехах, Психо, Врата Штайна. Қорқынышты анимелер көргіңіз келсе, Эльфийская песен, Моногатари, Паразит өте керемет. Фантастика жанры ұнаса, онда Re-Zero, Grimgall, Пепла и иллюзии, Без игры жизни нет, Эскафлон анимелерін қарасаңыз болады. Триган және Cowboy Bebop менің бастап қараған анимелерім. Негізі мен көп аниме қарамаймын, бірақ маған ескі Призрак в доспехах ұнады. Бұл аниме ескі емес, оны қазір де қарауға болады, әлі де өзекті. Бірінші көргенім Наруто, мен оны әлі күнге дейін жақсы деп санаймын. Сериалда бірнеше эпизод бар, және соған кеткен уақытта ақтайды. Клинок рассекающий демонов, осыдан бастап қарауға кеңес бере аламын. Ол жерде өте әдемі анимация және қызықты оқиғалар бар. Жалпы суреттелген әлемде өте тартымды көрінеді. Егер сізге кішкене қиындау аниме керек болса, Атака на Титановтан бастап көріңіз, өте әдемі. Жаңадан бастайтын адамға Наруто қараңдар дегендер қызықсыңдар. Мен қысқа әрі қызықты аниме айтайын, бастап соны көріңіздер, сосын Нарутоларыңды көресіңдер. Ол One Punch Man анимесі, уақыттарыңызды өте жақсы өткізесіздер. Сіздің қалауыңызға байланысты, анимеде бір адамдар сүйіп көретін, ал біреулер мүлдем ұнатпайтын жанрлар бар. Егер сізге қиын емес, қарапайым оқиғалары, сценарийлері бар аниме керек болса, Золотая пора, Мой сосед Тоторо, Ходячий замок. Ал егер өте қиын әрі қызықты оқиғалар көргіңіз келсе, Убийца Акаме, Вечеринка мертвых, Невероятные приключения Джоджо, Город, которым меня нет. Бұл анимені көруге бірнеше себептер бар. Бұл өте қысқа, барлығы 12 эпизод, сондықтан бұл өте үлкен уақыт алмайды. Оның қызықты сюжеті бар, оқиғаға қалай кіріп кеткеніңізді білмей қаласыз. Сериялары интернетте бар, тез тауып қарай аласыз. Егер сізге қылыштар, төбелестер, яғни самурайлар ұнаса, сізге Меч Чужака анимесін ұсынамын. Бұл өзінің керемет оқиғалары, кейіпкерлері бар қызықты аниме. Маған ұнағаны бұл жердегі төбелестердің анимациясы өте мықты жасалған. Оның хореографиясын Cowboy Bebop'ты жасаған адам жасайды. Ал ол жерде музыка өте керемет. Ең бастысы, бұл жерде төбелестер арасында мылжыңдаған әңгімелер жоқ. Барлығы экшн әрі әдемі көрінеді. Маған спорт туралы анимелер ұнайды. Мүмкін біреулерге де ұнап қалар. Юрий на льду қайта қарауға дайынмын. Өте сапалы жасалған. Опенингінің өзін қайталап көремін. Айшыл 21 жақсы спорттық аниме, харизмаға толы кейіпкерлер, спорттық рух жақсы көрсетілген. Өзіңнің қойған мақсаттарыңа қарай жүгіру керектігін үйретеді. Волейбол өте әдемі жасалған анимация. Волейбол ойынын осы жерден үйрендім. Тетрадь смерти қазіргі ең көп қаралып жатырған аниме, өкінбейсіз. Стальной алхимик, Братство шынымен жақсы аниме. Моб Психо 100 қысқа әрі қызықты, қарауға көп уақыт алмайды. Бұл жерде айтылған анимелердің көбі ескі анимелер. Олар өте жақсы жасалған, бірақ қазіргі заман стандарттарымен салыстырсақ, олар біраз ескіріп қалды. Сол үшін мен жаңа анимелерді жазып кетейін. В поисках божественного рецепта. Жеке өзіме ұнады, бұл жерде тамақтар туралы көп айтылады, мүмкін біреулерге де ұнап қалар. Обещанный Неберланд өте жақсы идея және жақсы жасалған. Атмосферасы және музыкасы ең керемет анимелердің бірі. Доктор Стоун барлық жастағы адамдарға арналған аниме. Басында қарағым келмеген, кейін қалай бітіріп қалғанымды байқамай қалдым. Ол адамға және оның жасына байланысты. Жастары 14-тен төмендерге Покемон, Король динозавров. Жастары 14-тен жоғарыларға Стальной алхимик. Жануарларды ұнатсаңыз, Совершенно новый зверь. Барлық жастағы адамдарға Заботливая лиса Санко-сан. Егер сізге көліктер ұнаса, Инициал D немесе Ванганская полночь көрсеңіз болады.
Бірден Атаканы Титановтан бастап көру қате секілді. Алдымен классикалық анимелерді қарап кішкене үйреніп алу керек. Жарайды, ескеретін боламын. One Punch Man бастап қарауға ыңғайлы, өйткені бұл жерде өте жақсы ойластырылған және тартымды кейіпкерлер бар. Және көбі айтқандай әдемі анимация. Ал сен жаңадан бастап қарайтын адамға қандай аниме ұсынатын едің? Комментарийға жазып отыр. Және де қазақ тіліндегі аниме өмірі арнасына тіркеліп қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Қазақ тілін бірге дамытайық.